Сәлеметсіздер ме, құрметті қарсылықтар. Бүгінгі жобамызды бастамастан алдын біз Карасаинфо KZ желілік басылымы байқау жариялайтынын айтқым келіп отыр. Байқаудың шарты мүлдем қиын емес. Осы біздің Instagram парақшамызға және YouTube арнамызға жазылу ғана. Және осы бүгінгі шығарылымның астына 3 досыңызды белгілеп, пікір қалдыруда болып отыр. Ал жеңімпазға біз 5000 теңге көлемінде сыйақы ұсынатын боламыз. Ендеше бүгінгі 1 май ауылдық округіне баратын жобамызды тамашалап, жағымды пікір қалдырып отырыңыздар. Ал біздің жобамыздың демеушілері Қарасай аудандық және Қаскелең қалалық әкімдіктері. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіздің бір тиын ақшаңыз керек емес. Мен сізді қазір тегін апарып тастаймын. Жол бойында 3 сұрақ қойып барам. Сұрақ қоям сізге. 3 сұрақ қоям, соған дұрыс жауап беріп жатсаңыз, әр сұраққа 500 теңгеден төлейтін такси болып тұр. Жарайды. Иә. Кеттік пе онда, бастаймыз ба? Менің есімім Бағдәулет болады. Қазір осы біздің ауданымыздың 90 жылдығы ғой, естіген шығарсыз. Соған орай біз осындай бағдарлама аштық қазір. Карасаинфо такси деген. Бұл ешқандай төлемсіз, біз сізді жеткізіп тастаймыз. Сондай бағдарлама бір халықты кішкене баулуға, осындай көңіл көтеруге арналған бағдарлама. Иә. Бастаймыз ба онда ойынымызды? Жарайды. Сұрағымызды тыңдаңыз онда. Қайнар ауылының атауы немен байланысты? Нұсқалары: осы мекенде атқылап жатқан қайнар болғандықтан, ғылыми зерттеу институты орналасқандықтан, бұрын бұл ауылда үлкен көл болған. Екінші нұсқаны ма? Себебі екі таудың ортасынан атқылап қайнар өзені ағып жатыр. Содан қайнар аталған. Біз сол өзенге барып көктемде түсеміз. Керемет. Институт бар екен рас, қайнардың аталары. Енді бұрын апалар айтатын, бұлақ бар деп. Менің әжем 94-те сол бұлақтың көзі сол қайнарға сол су тартылған деген. Енді мен ол мәліметті нақты білмеймін. Енді мен ойлаймын сол қайнар бұлағын суынан. Алғашқы нұсқаны таңдайсыз, иә? Бұлақ болғандықтан. Түсінікті. Дұрыс жауапты тыңдайық қазір. Алтынмен. Дұрыс нұсқасы: осы мекенде атқылап жатқан қайнар болғандықтан. Дұрыс нұсқасы: осы мекенде атқылап жатқан қайнар болғандықтан. Керемет. Дұрыс нұсқасы: осы мекенде атқылап жатқан қайнар болғандықтан. Жақсы, керемет. Ал екінші сұрақты тыңдап бастайық. Ауылға есімі берілген белгілі тұлға Бекболат Әшекеев кім болған? Нұсқалары: атаңызға айналған партизан, атақты революционер, ұлт азаттық көтеріліс басшыларының бірі. Ұлт азаттық көшбасшыларының бірі. Бекболат Әшекеев. Ол кісі осы таудың жоғар жағында дарға асылған деген тұжырымдама бар. Сондықтан жаңағы көшбасшы. Ұлт азаттық көтерілісінің басшысы. Нақты жауабы. Қайсы нұсқадыңыз? Үшінші нұсқа ма? Қай нұсқа дейсіз бе? Партизан емес ол. Бірінші партизан емес ол кісі. Бекболат батыр ұлт азаттық көтерілісінің батыры шығар. Онда дұрыс жауабын тыңда. Дұрыс нұсқасы: ұлт азаттық көтеріліс басшыларының бірі. Молодец. Жақсы. Керемет. Екінші 500 теңгені толып отырсыз. Қазір сізде ұтысыңыз 1000 теңгені құрап тұр. Дұрыс сізде. Керемет. Партизан деген миыма кірмей тұрды. Сіз екінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Қазір сізде 1000 теңге көлемінде сыйақыңыз бар. Ал енді үшінші сұрақты тыңдаңыз. Қайнар ауылындағы ғылыми зерттеу институттың атауы қандай? Нұсқалары: егін және өсімдік шаруашылық, ауыл шаруашылық өнімін өндіру, жеміс көкөніс шаруашылық. Нұсқа үшінші: жеміс көкөніс шаруашылығы. Себебі біздің
Ұшқыны су шаруашылығы колледжі осы Қайнар институтымен бірге әлеуметтік серіктестіктеміз. Сондықтан толық жауабын білем, бұл 3-ші нұсқа. 3-ші нұсқа, иә? Нақты жауап бересіз. Нақты жауап. Ойланбайсыздар. Ойланбаймын, білгендіктен оның несін ойланамын. Түсінікті. Ауыл шаруашылық өндіру, иә? Ауыл шаруашылық жемісін өндіру. 2-ші нұсқа. Жарайды, онда мен қабылдайын. Дұрыс нұсқасын тыңдап онда. Дұрыс нұсқасы жеміс көкөніс шаруашылық. Жарайсыз. Мінекей, сенің ұтыс ақшаң 500 теңге. Сол 2 сұрақ қой, мінекей сіздің ұтыс ақшаңыз. Міне, сізге. Рахмет. Мен төлемеймін, сіз бересіз ба? Жоқ. Онда жиі жүрсіз? Сіз бір тиын төлемейсіз. Мен сіз жаңағы айтқанда тегін әкеліп тастадым. Мына сыйақыңыз. 2 сұраққа жауап берген сұрақыңыз. Рахмет, жолдаған. Жақсы, сау болыңыз. Ұтыс ақшаңыз 1,5 теңге көлемінде сыйақыңыз. Сау болыңыз. Енді жаңа біздің машинаның сыртында Карасаинфо.kz деп жазылып тұр. Бұйыртса дүйсенбі күні YouTube арнасына сол жерге терсеңіз, сол жерден өзіңіздің видеоңызды көресіз. Рахмет. Міндетті түрде осы біздің каналымызға жазылып, астына лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.